Ассаламағалейкум, 31-ші арнаның тікелей эфирінде Информ бюро бағдарламасы. Әріптестерімнің бүгінгі әзірлеген ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Мұстафа Шоқай фашистердің құйыршығы деп жазған өскемендік журналистер сотта жеңіп шықты. Алаштың ардақтысын енді фашист деу қалды ма? Олжас Сүлейменовтің қазақ тілінің болашағы туралы пікірі қандай? Оның Шаханов мәлімдемелері мүлде естімегеніне сенесіз бе? 26 жасында 7 баланың анасы атанса да үйсіз күйсіз жүрген Нәзираға Қызылорданың әкімі неге қараспайды? Студенттер тест мәселесі бойынша министр Жұмағұловтың есігін неге қақпақ? Алаш көсемдерінің бірі қазақтың аяулы тұлғасы Мұстафа Шоқайды фашистердің құйыршығы деп жазған өскемендік журналистер сотта жеңіп шықты. Флеш газетінің бас редакторы Денис Данилевский мен Сергей Михеев Қасымхан Бегмановтың Мұстафа Шоқай жолымен атты деректі фильмін көрген соң Алаш көсемі туралы осындай мағынадағы екі мақала жариялаған. Ақын Қасымхан Бегманов газетті сотқа бергенімен бүгін сот журналистер фильм режиссерін емес Мұстафа Шоқайды ғана фашистің құйыршығы атаған деп Бегмановқа сот шығындарын төлеуге үкім шығарды. Мұстафа Шоқай жолымен атты толық метраж деректі фильм былтыр маусым айында жарыққа шыққан. Фильмде Шоқайдың Ақмешіт, Ташкент, Петербург, Париж, Берлин қалаларындағы саяси қайраткерлік өмірі туралы айтылады. Деректі фильм өскеменде көрсетілген соң Флеш газетінің екі журналисті Қазақстанда Мұстафаны насихаттауға болмайды, ол Түркістан легионын құру үшін фашистермен сыбайласқан деген мақала жазған. Естеріңізде болса, 2006 жылы Қарағандының бір газеті Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановты террорист деген болатын. Ал қазақтың ұлы тұлғасын қорлағандардың әрекетіне шыдай алмаған Қасымхан Бегманов енді Мұстафаның туыстарын тауып, солардың атынан екі журналисті қайта сотқа бергелі отыр. Алыптарымызды қорлап, сондай ойларына келген жазып атқан адамдарды қалай бағалауға болады? Менің миыма сыймайды. Мына болашақта ойлаймын мен енді. Мына сот жүйесіне де, мына заңды шығарған кезде де қалай енді менің жеке басыма тиіспеген, қалай жеке басыма тиіспейді? Ол менің кейіпкерімді, бүкіл өмірімді, арманымды, мұратымды Мұстафа Шоқайды жоққа шығарып отырса, менің сонда нем қалды менің? Ал Мұстафаның ізі қалған Париж қаласында тұрып жатқан Олжас Сүлейменовтің денсаулығы бір қалыпты. Естеріңізде болса, дәл бүгін 76 жасқа толып отырған ақынның Астанада өткен ЮНЕСКО форумында былтыр жүрегі сыр беріп, жедел жәрдемнің көмегіне жүгінген еді. Ал Алматыға келіп, тілшілердің сұрақтарына жауап берген Олжас Сүлейменов қазақтың ұлттық мәселелерін көтеріп жүрген замандасы Мұхтар Шахановтың мәлімдемелері мен бастамаларын мүлде естіген жоқпын дейді. Жоқ, білмеймін оны. Оқымадым оны. Шындығында ол Сүлейменов Шаханов бастап ұл зиялылары доктринаға қарсы шыққан уақытта олардың мәлімдемелерін ауылдық адамдардың қолтаңбасымен жазылған деп сұхбат бергенді. Оның сұхбатындағы тілге, ұлтқа қатысты пікірлер қазақ оқырман арасында көп наразылық тудырған. Дегенмен Олжас ақын қазақ тіліне қатысты бүгін бір жақсы сырғытпа лепес білдіріп, елге ғажап бір оптимистік рух сыйлап кетті. Аға, қазақ тілінің болашағы қандай деп ойлайсыз? Жақсы, болашағы жақсы, бәрі дұрыс болады. Кешен тест тапсыратын уақыт жақындаған сайын колледж түлектерінің наразылығы үдеп келеді. Мемлекеттік емтиханмен ғылыми жұмыстарын бітіре алмай жатқанда Жұмағұловтың жаңалығы жағамыздан алды дейді. Бұл жолы ата-аналардан құралған топ. Орта оқу орнын бітіру машақаты өз алдына, енді колледж түлектерінде жоғары оқу орнына түсе алмай қаламыз ба деген қауіп басым. Ретсіз реформаға реніш білдіргендердің қатарында ұстаздар да жүр. Алматыда 3 тарапта бүгін бұл талаптарын білдіріп, министрге ашық хат жазды. Қадамдарынан қайыр болмаса, министр мырзаның есігін қағуға Астанаға өздері аттанбақ. Кешен тест тапсыру сәті жақындаған сайын Анита Мурзинадан да маза кеткен экономикалық колледждің 3-ші курс студентін үркіткен, кешестірткен кешенді тест 3 жыл алған білімін қорытындылауға арналған қорғау жұмысын тәмамдай алмай аластырып жүргенде министрліктің мәлімдемесі мүлде есін шығарыпты. Просто банально не хватает времени. Кешен тестке әзірленуге уақыт жоқ, мен қазір диплом жұмысын жазып жатырмын. Мемлекеттік емтиханым тағы бар тапсыратын. Сонда қалай үлгереміз?
Әсіресе кеш ескерткен кешенді тестілеу талабына ата-аналар ашулы. Олар балаларын оқушылармен шатастырған білім министрлігіндегі басшылардың өзі мектеп партасында алған білімдерін естеріне түсіріп көрсін, шамасы жетсе дейді. Өйткені арнайы мамандыққа бейімделіп жатқан студенттің мектептегі тәлімін түгендеу жастардың жадын жаңылыстырумен тең деп отыр. Білім саласының басшылары мемлекеттік деңгейде шешілуі тиіс мәселені қаншама тәлімгерлердің тағдырын шешетін талапты аяқ астынан қоя салды. Заң колледждің студенттеріне тарих пәні қаржерлерге орыс тілі оқытылмайды. Сонда олар кешен тест тапсыру үшін мектеп бағдарламасына қайта үңілу керек. Оған үлгермейміз. Реформалағаш бастықтар алдымен басқа жайттарын реттеп алсын, реформаларын жариялай бермей. Я считаю, что нужно отсрочить. Я очень поддерживаю всех, кто сейчас выступил. Наразы топ әсіресе кешенді тест қорытындысы жарияланғаннан кейінгі жағдайға алаңдаулы. Өйткені студенттердің қазірдің өзінде оқудан құлап қаламыз ба деген қаупі басым. Санаулы уақыт студенттердің әзірленіп алуына ешқандай да мүмкіндік бермейді. Салдарынан қорытындыда қуантарлық болмаса ше. Министрлік сол кезде студенттерге қалай сес көрсетпек? Әзірліксіз студенттер жаппай сүрінсе не болады? Сенімдері жоғалады, ал одан кейін не болады? Түсінген адамға ашына жеткізді талаптарын наразы топ. Тіпті министрлікке айтқандарын қағазға түсіріп хат жолдады. 2 апта күтпек. Нәтиже болмаса Астанаға аттанбақ. Жұмағұловтың жүзін көріп, өзімен жолықпаққа. Ирина Советшаңыз, Думан Сүлейменов, Қайрат Әкімбаев, Информ 31 арна, Алматыдан. Ал Бақытжан Жұмағұловтың еліміздегі жүздеген мектептердің құлағалы тұрған апатты жағдайына қарамастан өз ауылындағы білім ошағын жөндеткені ел арасында әлі наразылық тудырып келеді. Саясаттанушылар бұл жақсы үрдіс болғанымен мемлекеттік мәселе таныс арқылы шешілмеу керек деп есептейді. Ал Шығыс Қазақстан облысы әкімінің олар менің таныстарымда жерлестерімде емес барлығы Қазақстан азаматтары дей тұрып, өскемендіктердің намысына тиетін сөз айтуы бұл қалада жаңа даудың шетін шығарды. Айтсам, өскемендіктердің енді көңіліне келмесін, ондай адам бұл жерде болмады. Шығыстықтардың намысына тиген осы сөз. Тұрғындар тіпті Бердібек Сапарбаев шымкенттік 2 азаматты, Ислам Әбішев пен Серік Тәукебаевты өскемен әкім етіп тағайындағанда да қабақ шытпаған еді. Алайда облыс басшысының өңірде қала басқаратын адам жоқ деуі тыныш жатқан елді дүрліктіріп, шынымен ақ Бұқараның наразылығын тудырды. Их море. Во-первых, сегодня очень много молодых. Мамандар көп, біліктісі де білімдісі де жетіп артылады, тек оларды байқап іске қосатын басшылар жоқ. Ал министр Бақытжан Жұмағұлов та жақсылық жасаймын деп жүріп, халықтың наразылығын тудырған еді. Бірақ жерлестерін әкелген үшін емес, Қапал ауылындағы өзі оқыған мектепке оқу жылы басталғанына қарамастан, тендерсіз, еш құжатсыз күрделі жөндеу бастатып жібергенде, Жұмағұлов телефон арқылы Алматы облысы әкімінің орынбасарына мектепке көз қырын сала салуды өтінгеннен ақ мектепте жөндеу басталды. Таныстық деп осыны айтты. Я попросил заместителя акима области обратить внимание на эту школу, потому что финансирование идет местного бюджета. Мәселен, бүгін Шығыс Қазақстан облысының бір мектебінің қабырғалары сөгіліп, құлаудың азақ алдында қалғандықтан шұғыл түрде сабақ тоқтатылды. Бәлкім білім министрі облыс басшы Бердібек Сапарбаевқа телефон шалатын шығар. Кім біледі, жаңа оқу жылында балалар жаңа мектептің партасында отырар ме еді. Ал саясаттанушы Әзімбайғали таныстық арқылы мемлекеттік деңгейдегі мәселені шешу әлеуметтік әділеттілікке жатпайды дейді. Сондықтан оның айтуынша жерлесіне, туған туысына қол үшін бергісі келсе, басшылар бюджет қаржысын емес, қалтасындағы тиынын шығарған жөн. Өз оққан мектепке көмектесу, немесе жаңағы өз ауылының көшесін жөндеп беру, немесе тағы бір жақсылық істеу, ол өте жақсы әрекет. Бірақ ол мемлекеттік бюджеттен болса да, оған заңды негіз болу керек. Министрлердің де, облыс әкімдерінің де халқына істеген игістерін жоққа шығару қиын. Дегенмен достар арасындағы өтініште әріптестерін ертіп әкелуде орынды жерде орынды қолданылса болғаны. Лимар Салих, Данияр Жүсіпов, Юлия Сулоева, Алмас Пестембеков, Информбюро, Алматы, Өскемен. Ал 26 жасында 7 баланың анасы атанған Нәзира Сабыралиеваға күміс алқа тапсырған Қызылорда қаласының әкімі Мархабат Жайымбетов жас отбасының әлеуметтік жағдайына мүлде көңіл бөлмей отыр. Үйсіз-күйсіз жүрген колледж студентінің 3 баласы 5-6 шақырым жерге жаяу барып оқиды. Олардың отбасылық табыстары да мардымды емес. 2010 жылы бергенде 196 едім, 2011-де барсам 185 деп беріп тұр. Соған қарағанда жыл сайын 11 адам тек қозғалып тұр деп айтуға болады.
Оның енді кеше барсам, неге, учетке айтпайды. 15 жасында тұрмыс құрып, 26 жасында батыр ана атанған Нәзираның үлкен қызы 11 жаста, кішісі небәрі 5 айлық. Нәзира тек 7 баланың анасы ғана емес, сонымен бірге педагогикалық колледждің 2-ші курс студенті. Ақылы негіздегі оқуына 70 мың теңге төлейді. Ал балалар үшін алатын жәрдемақысы бар болғаны 26 мың. 30 жастағы күйеуі жүргізуші, таң атқаннан күн батқанға дейін тапқан табысын үйіне тасиды. Бұлар қаланың шетінде тұратындықтан мектеп қашық. Оқудағы 3 баласы 5-6 шақырым жерге жаяу барып оқиды. Бір баласы ғана балабақшаға барады. Ондағылар көп балалы ана ретінде тиісті 6 мыңның орнына 3 мың ғана алады екен. Бұл да көмек дейді Нәзира. Әйтпесе, өздерінің басында жеке баспаналары да жоқ. Біреудің үйінде тұрып жатқан жас отбасыға тіпті қиын болар еді. Ал 6 баланың әкесі алматылық ақын Оқап Мұқажанұлы баспана мәселесін басқаша шешіп жатыр. Не жұмысы, не зейнетақысы жоқ ақсақал қоқыстан бос бөтелке жинап 3 қабатты коттедж салуды бастап кетіпті. Бұл туралы Жаңаөзен сайты жазған болатын. Ақынның бір күні шөлмек жинауға кетсе, 2 күн ол қалау сылау жұмыстарымен айналысады. Ақсақал жастар шыныны текке сындырмай біз сияқтыларға құрылысқа берсе, олардың пайдасы үкіметтен де артық болар еді дейді. Алматының іргесінде тұратын Оқап Мұқажанұлы 2 жылдан бері шыны шөлмектерден үй тұрғызып жатыр. Еріккенін емес әрине, қалтаны қаққан қымбатшылық пен тұрмыстың нашарлығы мәжбүр еткен. Үйдің біткенін 5 жылдан бері баспанадан зарығып жүрген 6 бірдей баласы да күтіп отыр. Мына үстінде 3 комнат, астында 3 комнат, 6 балама 6 комнатты берем, өзім алты жағында подвалда өмір сүремін. Сөйтіп, мінекей балашағымның болашағын қамтамасыз етіп атырмын. Мусордан үй салып атырмын былай қарасаң. Әйтпесе мен мусор жинап, жындырып кетіп па мен, пері қағып кетіп па. Егер өкімет жақсы болса, қоғам жақсы болса, маған бір кусок жер берсе, жөні түзу. Онда мен бөтекеден үй салып нем бар? Үй салу қарияның күнделікті машақаты. 2 күн қабырғасын қаласа, оның бір күні қоқыстың арасынан тірнектеп бөтелке жинауына кетеді. Қояншықтар сон бөтелкені сындырып, чағып, аяқтарын тілдіріп, ойбайлап, чыңғырып жатады. Тағы да сындырып жатады мінекей. Көрдің ме? А мен солай бөтелкені сол каналға лақтырмасын деп, каналдың жағасында ішіп кеткен арақ шараптардың бөтелкесін жинап әкелемін да мінекей, үй салып жатырмын. Жоқтан бар жасап жүрген қария қабырғаға иленген бөтелкелердің санынан да жаңылысыпты. Бірақ көтерген үйінің жылы әрі берік болатынына сенімді. Менің бұл үйім ана Қарағандының үйі сияқты құсап құлақ қалмайды. Бұл құрғанда 100 жыл тұруға гарантия деу. 3 қабатты шөлмек үйдің қазір соңғы қабаты бітуге жақын. Бұйырса күзде көреді. Қарияның арманы да сол. Өз қолымен салған баспанамда 6 балам еркін өмір сүре алса дейді. Мақсат Толықбай, Информбюро. Берсең бер, бермесең ғой баспанаңды, сонда да тастамаймын астанамды деп жырлайтын өр ақындардың үйін, әйелін, жас баласын өлеңнің отын жағып жылтатыны сөзсіз. Алда көретіндеріңіз. Қазақтың ең үздік 10 романын білесіз бе? Бүгінгі жастар қандай кітап оқиды? Кан фестивалінде қазақтың 2 фильмін канадалық және германиялық компаниялар аттай қалады. Олар енді қазақты әлемге таныта ала ма? Бізбен бірге болыңыздар. Қызылорда облысында астан уланған жұмысшылар шұғыл түрде ауруханаға жатқызылды. Кешкі тамақтарын ішіп жатып қалған жұмысшылардың 9-ы таңертең орындарынан тұра алмаған. Қызылорда қаласынан 8 шақырым жердегі Белгөл кентінің маңында түнгі ауысымда жұмыс істеп жатқан Батыс Қытай, Батыс Еуропа транзиттік дәлізінде 28 шақырым жол төсеп жатқан Азер Корпу компаниясының жұмысшыларының 9-ы бүгін таңғы 5-те жедел жәрдем машинасымен облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына жеткізілді. Олар күнделікті кестелеріне сәйкес түнгі 1-лер шамасында тамақтанған. Содан жарты сағат өткеннен бастап жүректері айнып, бастары айналып өздерін жайсыз сезінген. Негізі науқастар бір жерден тамақтанған жұмыс басында, сол тамақтың сапасына байланысты ауырғандарын айтады. Түскен кездегі жағдайлары орташа деңгейде, келгеннен кейін жасалған көмектерден кейін науқастардың жағдайы тұрақталып, қазіргі таңда барлығы ем қабылдауда. Абай KZ сайты қазақтың ең үздік романдарының рейтингін жариялады. Оқырмандар арасына сауал тастап, солардың пікірлері негізінде жасалған тізімнің көш басында Әуезовтің Абай жолы романы тұр. Бір қызығы 10-дыққа іліккен романдардың ішінде соңғы уақытта жазылған шығарма жоқ.
Ал әдебиетшілер бұл құбылысты қазіргі кітап құнының түсуімен байланыстырады. Қазақтың ең үздік әңгіме, повест, романдары қайсысы, халық кімдерді көп оқиды. 2 айдан бері оқырмандардың арасында сауалнама жүргізген Абай Кезет сайты ең озық деп танылған шығармалардың тізімін жариялады бүгін. Ең көп дауыс алған Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы. Сондай Ғабит Мүсіреповтің Ұлпанын, Ілияс Есенберлиннің Көшпенділері, Мұхтар Мағауиннің Алла Сапыранын, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Қан мен терін атап көрсеткен көбісі. Үздіктердің ондығын Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілегі, Сәбит Мұқановтың Өмір мектебі, Қажығұмар Шабданұлының Қылмыс романы аяқтап тұр. Сауалнамаға 2,5 мыңдай адам қатысқан. Абай Кезет ақпараттық порталының редакциясы өз тарапынан бұл талқыға қатысқан жоқ. Біз өзіміздің тізімімізді ұсынған жоқпыз. Біз тек оқырмандардың ұсынған ең үздік шығармаларын жанрға бөліп тізімдеп беріп отырмыз. Әдеби сыншық Қанат Әбілқайыр тізімге бүгінгі жазушылардың шығармаларының қосылмауы кітап құнының түскенін білдіреді. Насихат жоқ, ескілердің ғана еске түсетінді содан дейді. Нұрғали Оразовтар бар, Жүсіпбек Қорғасбектер бар, осы кейінгі буынның Дидахмет Әшімханұлы бар, тағы да біраз Асқар Алтай, сол секілді кісілердің бүгін не жазып жатқан білмейміз да, бүгін сол кісілердің жазатын уақытысы. Бәлкім насихаттың жоқтығынан шығар, ескі сүрелуге түсіп аламыз. Халықтың да пікірін біліп көрдік, жаңа есімдерді естімедік бірақ. Абай жолын ғана білеміз, сосын Қызыл жебе, Шерхан Мұртазаның кітаптары. Бұлай көп оқымаймын мен кітап. Классиктердің бәрін жақсы көріп оқимын, сүйіп оқимын, әрқайсысының өзінің ерекшелігі бар. Абай жолын ешқайсы жетпейді. Ал жас жазушы Қанат Әбілқайырдың үздігіндегі шығарма ол соңғы уақытта қылмыс расында мойындалатын шығарма, ол шетте жазылғанмен Қажығұмар атамыздың шеттегі бүкіл қазақтың танымын, көзқарасын және империяға деген қарсылығын іштейді. Бір ұлт болсақ, мемлекет болсақ деген бір ғыжылды біз өзіміз Қазақстанда отырып жаза алмадық, түрмеде отырған атамыз жазып кеттік. Кеше ғана өмірден өтті, оны ақтап ала алмадық. Мүмкін жастар бұдан кейін өзгеде қаламгерлердің таңдамалы туындыларымен танысатын болар. Рухани азығымызды жоғалтып алмасақ болғаны. Мақсат Толықбай, Думан Сүлеймен, Информбюро. 65-ші Кан фестивалінде неміс және канадалық кинокомпаниялар Ақан Сатаевтың Жау жүрек мың баласы мен Дәрежан Өмірбаевтың студентін әлемдік көрсетілімге шығаруға келісім шарт жасады. Ерекше көзқарас бағдарламасы аясында көрсетілген режиссер Дәрежан Өмірбаевтың студент фильмін немістің Media Luna News фильм компаниясы, ал Кан фестивалінің кино нарығында ұсынылған Ақан Сатаевтың Жау жүрек мың бала фильмін канадалық 108 медиа компаниясы сатып алды. 108 медиа компаниясының президенті Натаниэл Уорш Жау жүрек мың бала жобасының болашағы зор. Бұл туындыны әлемдік кино нарығына шығару біз үшін құрмет деді. Айта кетейік, екі аптаның ішінде елімізде Жау жүрек мың бала 2 миллион теңге жинап үлгерді. Ал Өмірбаевтың студент фильмі Достоевскийдің Қылмыс пен жаза романының желісі бойынша түсірілген. Дәрежан Өмірбаев фильмдері осымен 3-ші рет Кан фестиваліне қатысып отыр. Ал ешқашан қыс болып қар жаумайтын үнемі жаз жайнап биік пальмалары жайқалып тұрайтын кино қаласы Лос-Анджелестің көшелерінде күнделікті 50-ге жуық кино мен телебағдарлама түсіріледі. Алтын іздеп, мұнай іздеп таппаған иммигранттар еріксіз қаланы демпинг нәтижесінде құрған. Үкіметтен қыруар қаржы сұрап, кино саласын дамытқан. Бұл әлемнің түкпір-түкпірінен ең көрікті тұлғалар жиналған нағыз жұлдыздар ортасы. Дүниежүзілік кино тұсаукесерлері дәл осы қаладан бастау алады. Қызыл кілемде жүрген әлемдік жұлдыздар Дженнифер Лопес, Камерон Диас, Скарлетт Йоханссон. Олардың қымбат кутюр көйлектері еріксіз көздің жауын алады. Ал жан-жақта фанаттар, кәсіби фотографтар, білекті режиссерлер мен тынымсыз операторлар. Ал жақында ғана Голливуд аллеясында өмірінің 20 жылын кино саласына беріп келген Скарлетт Йоханссон ешқашан дәл осы көше бойында өзінің аты жазылған жұлдыз тақтайша ашылады деген ойына да кіріп шықпапты. Ешқашанда, еш уақытта маған арнап Голливуд аллеясында жұлдыз тақтайша ашылады дегенді армандаған емеспін. Қызықтаған жұртты таңдай қақтырған Optimus Prime мен Bumblebee-дің күресі де Universal Studio ашқан Transformer 3-ті аттракционында орналасқан. Transformers The Ride. Ride it at Universal Studios Hollywood. Сонымен қатар студия қызықтарының ішінде алып Шрек, қорқынышты Кинг-Конг пен динозаврларды да тамашалауға болады.
құлаған машиналар мен айналған көліктер. Үй ханымдарына арнайы түсіріліп, көпшіліктің жоғарғы бағасын алған үмітсіз үй бикелері телехикаясының көшірме студиясы, 30-шы 40-шы жылдардағы Нью-Йорк бейнесі. Осылардың барлығын қызықтай отырып, дәл осы әлемде өмір сүретіндей күйге енесіз. Кабинкаға отырып, мүмкіндігінше түрлі бағытқа бұрылып жатқандайсыз. Жүз рет естігенше бір рет көрген артық. Сонда ғана әлемге әйгілі саябақтың барлық кереметіне ләззат алып, ерекше жағдайда демалып, көңіл көтеруден шын мәнінде рахаттанатын боласыз. Жания Өсерқұл, Қайрат Әкімбаев, Информбюро, Лос-Анджелес. Бүгінге осы Информбюроның орыс тіліндегі нұсқасынан соң түріктің Фатмагүл телехикаясы. Қашанда 31-ді қосып жаңалықтарды көріп жүріңіздер. Мұстафа Шоқайдың Парижде жүріп айтқан қазақтың жері кеудеме сыйса құшақтап өтер едім деген іңкәр жүрегін әр қазаққа жазсын.